өте әдемі және күнге шыққан кезде алтын түске өзгереді. Сол себептен патша әулетіне лайықты ат болып саналады. Бұл тұқымның бағасы 2-3 миллион долларға жетеді. Алтекин тұқымы иесіне сәттілік алып келеді деп айтып жатады. Сәттілікті білмеймін, бірақ шығын алып келетіні сөзсіз. Бүгінгі таңда бұл тұқым жойылып кету қаупі өте жоғары. Себебі әлемде 200 ғана түрі қалған. Бұл жылқының сырт келбеті кімді болса да таңғалдырады. Мінезі жұмсақ және қолға тез үйретіледі. Сарая өте сирек кездесетін жылқы тұқымы. 1920 жылы Португалиядағы Сор және Рая өзендері арасындағы батпақты жазықтардан зоолог Руи Данраде бір тобыр жабайы жылқыны кездестірді. Сарая деген атау осыдан пайда болған. Қазіргі таңда бұл тұқымның жойылып кету қаупі өте жоғары. 200 ғана түрі қалған.